Hürmetli Prezident, esingizde bolsa osdan 3-4 ay burun Egemenlik Kazakistan gazetinin bas redaktoru menen suhbatыңızda men Әбілқайыр емеспін dediniz. Әбілқайыр кезінде халықтың наразылығына қарамай, Ресей боданы болуға келісіп, отаршылыққа жол ашып берді ғой. Кейбіреулер сізді елшінің жетегінде жүр дейді. Кім орысшыл дейді, сол рас па? Егеменді Қазақстанда осы сауалыңызға жауап берген сияқты едім. Иә, бірақ. Дегенмен ондай халықтың арасында болатын біз айта кетейік. Елшінің кім екеніне мен баға беріп жатпайын, ол менің әріптесім болғаннан кейін. Ол бір елдің басшысы, халық сайлаған, бүкіл халық сайлаған мен бір елдің басшысымын. Бұл екі ел өзі көрші. Ата-бабамыздың барлығы жаңағы білектің күшіменен, найзаның ұшыменен осынша жерді бізге қалдырып кетті. Ал енді шеке, менде жауап демеспін, сізде жауап демеусіз. Бүгінгі күні Қазақстанның өз территориямызда мінекей 40% болып қалды. Жағдайымыз осылай. Ал енді осы жағдайда ақылмен жұмыс істемесек, төңірегімізбен қалай болады? Баяғы ата-бабаларымыздың жүрген жолы қалай еді? Тіпті бүгінде ертеңде келер ұрпақтың барлығы осы Ресей жермен шекаралас отырғаннан кейін, көршілес болғаннан кейін, анау 3500 километр шекараға біз әскерді қоя алмаймыз, 6,5 мың қазақ. Бәріміз барып сол жерге тұрсақ та жетпейді, түгел. Жаңа туған баламенен 90-дағы шалменен бірге. Ол бір. Мына жағымызда шығыста үлкен көршіміз бар. Оңтүстік жағымызда көршілеріміз бар. Айта берсек, жаманды айтып қайтеміз қазір. Тарихта олармен де неше түрлі достықтаста, шайқастарда болған кез. Сондықтан егемендігімізді алып мінекей, біздің тәуелсіздігіміздің көк туын көтеріп отырмыз. Жеткен табысымыз. Бұл Абылай менен Абайға дейінгі ұрпақтардың, бұрынғы буындардың арман еді. Бұл Сырым мен Әлиханның арасындағы буындардың арман еді. Сол арманға қолымыз жетіп отырғанда, енді сол туды қалай тік ұстап қаламыз қолымызда. Осы тәуелсіздігімізді нағыз тәуелсіздік ету үшін не керек? Осы көршілерімізден тыныштық керек, қан төгіспеу керек. Немене тәуелсіздікті тек қана соғыспен қан төгісіп алу керек па? Мен ойлаймын, біз тәуелсіздігімізді ақылмен алдық. Ата-бабамыздың жолымен алдық. Сондықтан мен Ельцинға баға бермей ақ қояйын деген себебім, кім болсын, Ельцин бола ма, Иванов бола ма, Петров бола ма, осы Қазақстанның басшысы Назарбаев бола ма, әлде басқа біреу бола ма, екі елдің арасында дұрыс қарым-қатынас жасаған, халықтың мүддесін ойлағандық болып табылады болашақта. Сондықтан оларменен жаңағы сауда-саттық қана емес, келісім сөзге барып жүргеніміздің барлығы қазақтың қамы, елдің қамы, елдің тыныштығы. Бізге кем дегенде қазір менің ойымша 10-15 жыл тыныштық керек. Сонда аяғымызбен тік тұрып, әскерімізді, шекарамызды, экономикамызды, әлеуметтік жағдайымызды түзеп алып, аяғымызға тік тұрсақ, онда келер ұрпақ басқа саясат жүргізуі мүмкін. Меніңше қазіргі жағдайда осы саясат дұрыс деп санаймын. Бұл менің жалғыз айтып жүргенім емес, шеке. Бұл Мәскеудегі үлкен политологтарды, шетелден келген политологтарды, ақш-тың Орта Азия менен бұрынғы Совет үкіметін зерттейтін институттарының мамандарымен келіскендегі келген тұжырымда ғой, қандай саясат жүргізу керек дегенде, қазіргі заманда Қазақстан үшін тек осы саясат дейді. Ал енді біздің азаматтардың басқа ойлары болса айтыңызшы. Қолданайық?